Июнь 2026 жыл. Мына табиғаттың бәрін тас толқан шығарған. Аңғараңыздар, мусорды әкеп тастап, мусор төгетін жер ме, свалка мынау Төле би ауылының аяғына. Ана жақта өлген мал ма не? Мына жердің бәрін кезінде қазғылаған ғой, жаңағыдай топырақ алып, мына жердің бәрін шұңқырын бәрін табиғатын тас толқан шығарған. Енді ел мусор төгетін жер қылып алған. Міне қарасаңыздар, міне айтып отырмыз, жылқы өлген, әкеп тастаған, шіріп кетті өткенде жатқан. міне тұяғы несі, мысалы мынау ауру өлді дейік, ауру тарайды, өзенге ағатын суың бәрі қандай тазалық. Қараңыздар, бәрін қазып тастаған, қандай тазалық. Осылай айтып отырмын ғой, жаңағы өзенге, мына жерге біреу ана слив тағызып жүр дейді. Отстойник ана жаңа говновоздың кеп. Мына осындай. Міне қарасаңыздар, пияз да кеп төккен ғой бұл жерге. Мусор, пияз. Міне қараңыздар, не болған мына жерге? Свалка төгетін жер ме не? Әкім мырза, Төле би ауылының әкімі, сізге арналады мына видеоның бәрі. Міне осылай мусор төгетін жер ме? Өзен жағасына құмын анау тасып атқан. Мусор мынау. Жаңа Қазақстанның Астанадан қарағаныздар, депутат мырзалар, қараңыздар ағалар. Міне осындай. Мына жерде бір мал, өлген малда әкеп тастаған. Бұл жерде бұл. Анау ана жақта. Міне мынау мына жақта. Міне осындай. Бұл жерде жағдай. Біліп жүріңіздер. Ана жағында да мусор төк. Көп бұндай мусор төккен жағасын, бәрі өзен жағасын, бәрі осылай. Мына жерге біреу малының навозын төгіп кеткен ғой. Осылай. Айтып қиын төгіп кеткен. Осындай табиғаттың бәрін құртқан. Міне осылай. Не болса соны төгіп, тастап, бутылка, не айналған табиғат өзімізге керек қой. Мына участковый штраф ақыр саласыздар ғой, бәріне табасыздар. Өзен жағасына жан-жаққа кіретін жолдардың бәрін камера қоясыздар ма? Андай скрытый. Или андып анықтайсыздар ма, кім төгіп жүрген? Төгеді ғой. Бірінші жол емес, бүкіл жерде төгеді. Мынау, ана жерде. Міне өлген мал. Қабырғасы, денесі бәрі жатыр. Міне неден өлді? Ветпраш қайда? Неге бұл жаққа көмді? Әкеп тастады, ауру шығады, ертең жұғады. Өзенге ағады судың бәрі. Кім анықтайды? Не болған? Кімнің сиыры бұл? Неден өлді? Тарайды ғой, аурудың бәрі осыдан тарайды ғой. Халыққа тарайды ертең осы аурудың бәрі. Мына жердің бәрін қараңыздар. Бәрі мусор, баклажка, не мына өзеннің жағасын бәрі не болған? Құмын қазғылап, мусормен толтырып тастаған ба, не істеген? Міне осылай. Әкім мырза. Қараңыз, Төле би ауылының әкімінің қарайды деген назардамыз. Болмаса видеоны көрсетеміз барып. Прокуратурасы бар, Талғат Оспанов, рободы бар, қарасын бастығы. Не болған о? Пияз, не? Ана жақта свалка бар ғой, сол жаққа тастамасын, несін тұқны? Осылай бола ма? Ертең бала шағаларын қандай үлгі не қалдырасыңдар? Тәлім, тәрбие.
Сендердің көрген істейді ғой ертең балаларың. Мына сөзім жоқ. Чудың беспределін еш, сөзім жоқ. Астанадан арнайы жасақ кеп, мына күресіп тәртіпке келтірмесе чуды. Бетімен кеткен чуды. Беспредел му? Қазақстан. Осындай екен. Шу қаласында. Төле би ауылында. Қазір көрсететін боламын, ана жақ бәрі пияз төгіп кеткен деп отыр маған балалар. Әлі талай жерді көрсететін боламын. Егесін бәрін анықтаңыздар, кім төкті, іздестіріңіздер. Көрген бүргендер бар ғой, көреді ғой. Біреу болмаса біреу. Ұстаңыздар, сұрап жазыңыздар, мына несімдік, мына мусордың бәрін апарсын аяққа қарай. Мусор төгетін жер емес қой бұл. Свалка емес бұл жер.